Әділ болу керек адам. Сен өзіңе әділ бол. Өзіңнің алдыңда, өзің перед собой, сам с собой будь честен сперва. Қалай өмір сүріп жүрсің? Не істеп жүрсің? Қайдан келдің? Қайда кетейін деп бара жатсың? Өмірің немен өтіп жатыр? Соған қарада өзіңе өзің баға бер. Адамдарды бағалауды тоқтат. Адамдарды сынауды тоқтат сен. Адамдарды сынау сенің өміріңнің барлығын текке өткізіп жібереді. Сен өзіңнің айыптарыңды, өзіңнің сындарыңды байқамай қаласың, адамдарды сынап жүрген кезде. Қашан сен өзіңді өзің өлшей бастайсың, қашан сен өзіңді сынай бастайсың, сол кезде адамдарға сенің сынауыңа уақыт қалмай қалады. Абай атамыз айтады: ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым, тексеруге ойландым, жүрегіме байқасам, ене дейін таз емес, аршып алып тастауға апандағы саз емес, бәрі болды өзімнен, Құдайым салған наз емес дейді. Алла наз емес, Алла емес дейді, мен дейді. Бәрі болды өзімнен дейді Абай атамыз. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым дейді. Сен қашан өз мініңді қолыңа аласың? Сен ел жұрттардың мінін тексеріп жүрсің да, ананы бір ғайбаттайсың, мынаны бір өсектейсің, көре алмайсың. Қазақ көтеріліп бара жатса көре алмаймыз. Неге сен сондайсың? Неге біз сондаймыз? Бір адам намазға келіп атса, ол кезінде алқаш болған дейді. Құдай-ау, жақсы емес па? Алқаш болып жүрді де намазға келді. Әлде саған күшті ма, соның алқаш болып жүре берген жақсы болып тұр ма? Қойсашы сен бауырым өйтіп айтқаныңды. Біреу наркоман болып, анаша шегіп жүреді, бауырым, досың, кеше ғана. Бүгін қарайсың, тақиясын киіп намазда жүреді. Сен айтасың, үйіңде шай ішіп отырып әйелдеріңмен. Анау кеше ғана наркоман болған, қараш бүгін молда болып қапты дейді. Рахмет Аллаға де. Бауырым ғой, досым намазға кепті де, анашасын тоқтатыпты де. Қандай бақыт бүгін мен үшін де. Айта алмайсың. Татаво жүрек деген сондай қат кеткен соншалықты. Адамға жақсылық ойлаймайтын болып қалғанбыз. Не болды деймін сонша? 10 миллион қазақпыз.